Қайырлы күн, әлем назарын өзіне аударған Түркістан облысының тұрғындары мен қадірлі қонақтары. Түркістан облысының мәдениет басқармасы әлеуметтік желі арқылы қазақ ақын жазушыларының шығармаларын насихаттау мақсатында облыстағы жастар арасында «Мен қазақша сөйлеймін» акциясын жариялаған болатын. Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Түркістан облысында жүзеге асыру, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, қазақ тілінің этносаралық қарым-қатынас тілі ретіндегі қызметін нығайту мен мемлекеттік тілді меңгерген жастарды ынталандыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Акцияға Түркістан облысы бойынша 100-ден астам үміткер қатысып, арнайы дайындаған бейне материалдарын Instagram, Facebook әлеуметтік желісіне жариялаған болатын. Тіл саласының білікті мамандары қазылық жасап, әр салынған бейне роликтерді жете бақылап саралады. Мемлекеттік тіліміз, яғни қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту мақсатында ұйымдастырылған шара өз деңгейінде өтті деп ойлаймыз. Әділқазы алқаларының шешімімен кіл мықтың арасынан кім мықтыны анықтап, шын жүйріктерді даралап белгіледік. Десе де біз қатысушылардың арасынан әсіресе өзге ұлт өкілдеріне өз ризашылықтарымызды білдіреміз. Неге десеңіздер, өзге тілде, яғни біздің қазақ тілімізде таза сөйлеп, ақын жазушыларымызды дәріптеуге атсалысқаны үшін мыңда бір алғыс айтамыз. Алдағы уақытта еліміз бен жерімізді ақындарымыз бен жазушыларымыздың шығармаларын дәріптейтін, мемлекеттік тілімізді насихаттайтын осындай акциялар өз жалғасын таба берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. «Мен қазақша сөйлеймін» онлайн акциясының қорытындысы. 3-ші орын Сарыағаш ауданы Арыстанбаб колледжінің студенті Галяутдинова Камила. 2-ші орын Кентау қаласы Оранғай ауылы Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектебінің ұстазы Идаятова Әзиза. 1-ші орын Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылы Шәмші Қалдаяқов атындағы орта мектебінің оқушысы Муминова Ләйла. Бас жүлде Созақ ауданы Созақ жалпы орта мектеп гимназиясының оқушысы Бексейітова Шахсанам.